Енді ар жақтан түсіріп келе жатыр. Мыналар не қазбақшы? Бұлар өші турба турбаларды отырғызады ғой бұлар. Мыналардың колонналар. Стойкаларды отырғызатын нелер ғой. Енді қай жылдан бері сонда бұл жерде істеп жатсыздар? Так, 2021 жылы жазда бастағанбыз, майдың май айында осы арканы, дежурканы и КПП-ны 21-де бастадық. Ограждение қатар жүрді, басқа мердігер істеді. Біз осы құрылысты жүрдік. Жазық дала еді бұл жер. Полный еш нәрсе жоқ еді бұл жерде біз келген кезде. Содан біз осы бастамасы жолды басқа мердігер құрадыдағын біз осы арка, КПП, дежурканы істедік. Ограждениемен бірге 21 жылы. Сол 21 жылы майда бастап біз уже күзде біттік бұны салып 21-дің өзінде өткізбей 22-ке. Содан бізге черновик бойынша проектісі бітпеген, бізге сол проекттің черновигін әкеп беріп, осындай қылып түсу керек деп, сол арқылы істеліне берді бұл жерде. Жұмыс атқарылды да. Сонымен істеліп келді дағын, кейін проект өтпеді, тендер созыла берді, өту мәселесі тендердің жағдайы. Сөйтіп, тендерді биыл 22-нің аяғында декабрьде өткізді. Сөйтіп, ол 22-нің декабрьінде өткізіп, бізге уақытысында осыны салған кезімізде бізге бір көзден сіздер аласыздар деген тұғын. Бірақ ол жағдай болмады. Біз ала алмадық, бізге бермеді, тендерді өтті. Салынып қойған дүниеге бір жыл бұрын салынып қойған декабрьде 21-де, 22-де тендер өткізді. Сөйтіп оның результаты 23-тің көктем айында шықты ғой үшін мердігердің результаты. Сонымен ол результат строительный компания шақ мердігері ұтып алды. Уже салынып қойған, құралып қойған, ограждение құралып қойған, мына құрылысымыз жүріп қойған КПП, жаңағы айтып өткен аркамыз, дежуркамыз. Просто строительный компания келді дағын, құралып қойған дүниеге тендерді өткізді дағын, ұтып алды дағын, біз сыртта қалып қойдық. Бұлай ашығын айтқанда, қазақша айтқанда сырт боп қап қойдық. Енді сол жағдайға байланысты қазір осы күнге дейін сол ақшаны аламай жүрік. Мына жерде қазіргі көріп тұрғандағыдай жиналыс өткізетін жер осы индустриальный зонадағы мына палатканың ішінде Айтенов Мұрат мырза әкіміміз жиналыс өткізген болатын. Осы жерде сұрақ қойылған. Қазір мына кісілер кіре берсін. Осы жерде болды ма? Осы жерде, Айтенов Мұрат мырза әкіміміз осы жерде жиналыс өткізді. Сол кезде маған сұрақ көпшілікке қойылды. Сұрақтарыңыз бар ма деді осы жердегі жүрген мердігерлердің бәріне. Сол кезде мен тұрып, менде сұрақ бар дедім. Айтенов Мұрат мырза дедім, әкім дедім. Айтыңыз деді. Мына жерде құралып тұрған аркамыз, мына жерде схемасын көрсеңіздер болады. Индустриальный зона жұлдыз. Аркамыз, дежуркамыз. Арка қай жерде мынаның? Жаңа сіздің салғаныңыз. Так, мына жақтан кіреді ғой, осы жақтан болу керек, түссе керек, мына жерде тұрса керек, мына жерден, мына жерде. Арканың басы осы жерде. А сіздің жаңа салған заборыңыз қай жерде? Ограждениеміз мынау. Мынау. Бұлай, осы ограждение болып саналу. Мынау негіздің бәрі осы ограждение болып саналу керек. Болды. Құралған, Мына арка, ал сіздікі бұлайынан қорған ба? Бұлайынан құралу керек. Қазіргі жағдайда бізде бұлайғы тұр ғой, міне өзіңіз көрдіңіз. Г-образды мынау ғана тұр ма? Мына алдыңызда өздеріңіз көргендей, сол қазіргі тұрған. Толық әлі жеткен жоқпыз, ол біткен жоқ. Оған ақша енді бөлінеді деп. Осыған сіздер қанша ақша ысырап қылдыңыздар уже? Жаңа істедіңіздер, жараттыңыздар. 130 миллион ақша бөлінді осыған. Қазір ЖКХ, Шымкент қаласының ЖКХ-сынан осы арка мен дежурка КПП-ға бәріне 130 миллион ақша бөлініп биылдыққа. Ол игерілді деп аударылды. Строительный компания шаққа 130 миллион аударылды. Тағы да қайттан айтып жіберіңізші, мен шамалы өзім түсінейін. Сіздер бұны қай жылы салып қойдыңыздар? 21 жылы майда бастап ноябрь айында біттік. 21 жылы? 21 жылы. Тендерді кеше ойнатып жатыр ма? 22 жылы декабрьде ойнатылды. Қалай олар уже салынып қойған нәрсеге тендер ойнатады? Бастап бізге айтты ғой, енді осыны өз қаражаттарыңызбен бастап сала беріңіздер, аласыздар деді. Бір көзден аласыздар, өткені бұл шұғыл президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев келетін болғаннан кейін сол кісіге арнайы жолмен осы арка түсу керек болған тұғын 21 жылы. Яғни олардың түсінігі былай ғой, жаңа біз тендерді қазір шапшаң жүргізіп үлгермейміз, сондықтан сіздер сала беріңіздер, бір көзден береміз. Өз қаражаттарыңызбен сала беріңіздер, өткені Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз келуіне қарсы
осы арка дайын тұру керек болатын. Қалай сендіңіздер оған? Басында мынандай болды ғой. Мына жерден уақытша да, осы 1 километр ме, жоғары 1,5 километр жоғарыдан уақытша не істегенбіз жаңағыдай. Қақпа да ограждение. Уақытша. Содан кейін соны бастай берін деді. Содан кейін мына жақ басталып кетті ғой. Бер жет. Үлкен жағы. Содан кейін біз айттық қой, біздің қаражат жоқ оған бәріне сала беретін деп та. Сөйттік те жаңа біз мына жерден жаңағы проектін, жаңа рабочий проекті бар ғой жаңа. Соны әкеп беріп біз жаңағыдай котлован, уақытша істеп жатқанбыз ғой. Кейін ойнатылады. Болмаса қаражаттарыңды басқа жақтан шығарып береміз деген уәде болған. Енді біз оны Қай басқарма сіздерді осы жерге тартып жүрген? Біз басқарма болғанда ЖКХ заказчик деп есептейік қазіргі таңда. Кеше тендерде де ЖКХ-ның өзі болды ма? Заказчик. Бірақ госзакуп өткізді, әкімшілік жағынан госзакуп өткізді бұл тендерді. И сосын бұл жерде басында қадағалап жүрген жеке кәсіпкерлер палатасы береке болды. Басқарманың басшысы. Басқарманы, осы жерде бізді қадағалап, осының дұрыс түсуіне, дұрыс салуына, сосын уақытылы бітуіне жеке кәсіпкерлер палатасының директоры береке жүрді сол кезде. Біз болған кезде 21 жылы. Жауапты әкім өзі ма, кім еді берекеге жауапты? Әкімшілік. Әкімнің өзі. Қай зам әкім? Ол жерде зам әкімдер енді келіп жүрді. Аймағамбет сол кезде құрылыстың жаңағыдай 21-де ма? 21-де қадағалау сол кім болды еді мысалы? Аймағамбетов деген кісі болды. Көп адам келіп бұл жерге жаңағыдай анау. Түсінікті, енді сіздерге осыны сала бер, ақшаңды берем деген кім сонда? ЖКХ. Маған Боранбай, ол кезде президенті Боранбай еді. ЖКХ, біз директоры Боранбай, басқарма басшы сөз Боранбай еді. Мен ол кісінің алдында болдым. Ол кісі айтты. Қазіргі мынау Туран аудан әкімшілігі ме? Қазіргі Қаратау ауданында қазір әкім болып кетті. Туран ба? Қаратау ар жақта орын. Кім ғой? Шатасып тұрған шығар. Сол кісі, бірақ күніңді жейміз, бірақ ақыңды жемейміз. Жүда сіздер алмаған күнде, мердігер келген күнде де Боранбайдан барып сұрайды екен. Біз келістіріп береміз деді. Сөйлестіріп, бір мәмілеге келіп, бұл мәселе шешіледі, уайымдамаңыздар деді. Содан кейін кішкентай уайымдамай ары қарай салуға мәжбүрлендік. Бұл енді сенімді адам, өкіметтің адамдары болған екен, үлкен тұлғалар болғаннан кейін, әкімнің өзі де, мысалы осы жерде жиналыс өткенде, Айтенов Мұрат мырза өзі осы жерде мен сұрақ қойғанымда, Исахов Мақсұт замына, сосын барып строительный компания Шах, сол кезде представителі Самат деген азамат келді, екеуін тұрғызып қойып, указание берді. Мына азаматтан қандай сұрағыңыз бар деп еді? Мына құрылысты біз жүргізіп, арканы, ограждениені, дежурканы біз жүргізгенек, ақшасын 2 жылдан бері әлі алама жүрек деп еді. Кім қазір осы жерде бүйтіп замға жағы Исахов кімге Мақсұтқа қарады дағын? Шах, строительный компания Шах деді. Тұрыңыз орныңыздан деді, тұрды. Онда деді, сіз қадағалаңыз, сіз төлейсіз, мына азаматтың қаражатын өндіріп беруге сізге тапсырдым, сіз төлеп бересіз. Болды ма деді? Болды, рахмет сізге деп қалдым. Бірақ орындалған жоқ. Жартылай ғана орындалды, жартысы орындалған жоқ. Осы күнге дейін әлі сұраумен келе жатыр сол қаражатты. Әлі соттасқан жоқсыз, арызданған жоқсыз ба? Жоқ, еш жақы. Бірінші өздеріңізден бастадық, міне сіздің енді. Рахмет. Мен былай дер едім де, қазір тікелейдей барып КМБ-ға арыз жазуға болады. Жазыңыздар, Исахов сол жерде отыр мысалы деп есептеп, жаңа кеше ұстағаннан кейін айтып жатырмын да, барлық сол Исаховқа қарсы қылмыстардың барлығын жинап жатыр. Егер осы жерде Исаховтың қатысы бар болса, жаңағы кәсіпкерлер басқармасының бұрынғы басшысы болған Берекенің қатысы болса, солар өздері бәрін тұпы-тура орнына түсіреді. Бүгінгі күнде ақыры сол кісілерге қарсы қылмыстық істі КМБ жүргізіп отыр ғой. Мен айтар едім, дәл қазір барыңыздар. Өйткені бүкіл шымкенттіктерді, қазақстандықтарды кім осы кісілерге қатысы бар тірлікпен осы сияқты зардап шегіп жатқан болса, бәрін шақырып жатыр. Барыңыздар. Сіз де қосылыңыз. Одан кейінгі бұл жерде айта кететін, ескеріп айта кететін бәгеді бір жағдай. Біз 1-2 жыл бұрын құрап қойған, салынып қойған дүниеге жаңағыдай біріншіден тендер өткізді бұлар, салынып қойғанға. Мен соған жоқ, Шымкентте әне жоқ нәрсенің өзін болдырады, ойпырмай бітіп қойған тірлікке үстінен тендер өткізіп жатыр. Оның өзі заңсыз емес па негізі? Екінші мәселе, строительный компания Шах ЖКХ-дан 130 миллион ақша алып, мына жерге күрек ұстап келмек түгілі, хоть забор болсын, хоть ограждение, хоть аркасы болсын, күрек ұстап келген бір шеге қаққан жоқ. Біз 2 жыл бұрын салған күні соғы шаң-шаң болып соғы тұрғалы. Өзгерген еш нәрсесі жоқ. Бірақ өкіметтен 130 миллион ақша бөлінді соған. Әне, 130 миллион.